Ассалаумағалейкум баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осыдан ровно бір апта алдын Өзбекстан Республикасының халқына, Өзбекстан Республикасының бас муфтиі Нуридин Қариға, барша момын мұсылмандарға Алла разы болсын. Мен өзімнің атымнан және өзімнің отбасымның атынан үлкен рахмет айтамын. Сіздер неге рахмет айтып жатырмын мен өзбектерге, Өзбекстан халқына, Өзбекстан Республикасына? Себебі сіздер осыдан бір апта алдын жұма намазда истисқа намазын оқыған едіңіздер. Яғни Аллах тағаладан жаңбыр сұрап намаз оқыған едіңіздер. Мынаны қараңыздаршы халқым, көршің жақсы болса қандай жақсы да, алхамдулилля, сіздердің дұғаларыңыздың шарапатынан біздің елімізге, біздің жерімізге, біздің оңтүстік Қазақстан облысымызға жаңбыр жауып тұр. Аллах тағаланың мейірімі. Қараңыздаршы, құйып жатыр жаңбыр, машалла. Мынандай жаңбырды көрмегенімізге қанша уақыт болған ағайындар, өзбек ағайындар, Аллах тағала сансыз шүкірлер болсын. Сіздерге өте үлкен рахмет. Сіздердің дұғаларыңыздың шарапатынан біздің елімізге, біздің жерімізге де осылайынан жаңбыр жауып жатыр. Қараңыздаршы, сіздердің дұғаларыңыз қабыл болды. Алхамдулилля, шүкір.